Сәлем досым, қалай жағдайың? Мен бүгін мынандай бір видео түсірейін деп шештім. Бұл видео орыс тілге ешқандай қатысы жоқ, бірақ енді өзім каналым осы болғаннан кейін осы каналда бөлісейін дедім. Мен қазір жасым 31-де. Егерде мен жасым қазір 18-де, 19-да, 20-да, 25-де болса, өзіме не айтар едім? Мен біреуге кеңес бермей қойшы, өзім біреуге кеңес берген жақсы көремін, мен ұнамайды негізі. Әркім өзі басы бар ғой, бірақ сонда да мен өзіме ақыл айтып көрейін. Егер де мүмкін сіздердің жүректеріңізден бір орын алып жатса, мүмкін қолданып көріңіздер. Ең бірінші айтатыным, өзіңді тыңда. Өзіңді тыңда деп айтар едім мен кезінде. Біз мына өмірде әрқайсы өзін ақылдан пихать етеді, анау өзін айтады, мынау өзіне керектігін айтады. Әркім өзінің көзқарасы әртүрлі. Бірақ сен сол біреудің көзқарасына қарама-қайшы тұрмайын деп соны айтқан істеп, мысалы мүмкін, бірақ ол сен өзінің жүрегіне жатпайды да, осы істеп жатқан ісін. Бірақ соны істедің сен. Қанша істер болды, мысалы, мен өзім айтып жатырмын ғой енді. Ең бірінші өзіне ұнайтын іспен айналысу керек. Біреудің көз алдында жаман болып көрініп қалмау үшін, жақсы болып көріну үшін өзімізге ұнамайтын істермен айналысамыз, өзімізге ұнамайтын істер істейміз да. Ең бірінші ойлану керек. Қандай да бір істі бастайтын болсаң, жүрегіңде жата ма сол іс? Ұнай ма өзіңе? Өйткені біз көбінесе әркімді тыңдаймыз деп өзімізді жоғалтып алғанбыз да. Естерде бала кезімізде неше түрлі нәрсені армандаймыз, соған біз кәдімгідей сенеміз. Адамдарды тыңда, бірақ өзің жүрегіне жататын, өзіне қарама-қайшы келмейтін болсаң ғана сол іспен айналыс, сол айтқанды істе. Ұнамай ма, ұнамай қойсын, араласпай ма, араласпай қойсын. 17-18 жастар кезде қалай көбінесе достар табамыз? Көбінесе бұл бізбен бірге оқиды, мен онымен бірге оқимын, мен онымен бірге оқимын, ол екеуміз бірге мектепке барамыз, екеуміз көршіміз, бір класста оқимыз, бір спортқа барамыз деп солай араласамыз да адамдармен. Бірақ ол адамдармен араласқан кезде, егерде қазір сен жасың қазір 18-де, 19-да болса, өздерің білетін шығарсыңдар, родной, брат, родной деп жүретіндер көп та, мысалы. Бірақ уақыт келе олардың бәрі кетеді жай. Әрқайсы өз жан досым сол бір адам, екі адам қалады жан достардан. Екі адам қалса, оның өзі көбінесе бір адам қалады. Егерде бір адаммен жақпаса, араласпай қой, реально. Жүрегің қаламай тұрса, ол адаммен араласпай қой. Мен осы 18-19 жастарлардың арасында көп байқаймын, мысалы мен өзімде де өскен кезде байқаймын. Бір балалар болады да компанияда, 4-5 бала жақсы жүреді да, бірақ бір бала ішінде жүреді, соны бәрі мазақтап жүреді, чмарит етіп жүреді, неше түрлі приколдар соған істейді, бірақ соны бала соны бәрін неғылып, көтеріп, солармен араласып жүреді деймін да. Вот соларды түсінбеймін, не үшін араласады? Называют Карагандон. Ты знаешь этого человека? Анс. Где он?
сен ешкім сыйламайды да, сен ешкім өңкей бір даже біреулердің алдында өзін жақсы көрсету үшін сені төмен түсіріп жатады да мысалы. Бірақ сен сонымен араласып жүресің, сүмірейіп. Не керегі бар деймін. Лучше араласпай қой. Реально ешкім адам жоқ, біреудің жалғыз қаламын деп қорқасың ба? Қорықпа. Жалғыз қалмайсың. Адам деген бір өзің жүрегіне жақын адаммен тарту керек та. Егер де сен бір музыкаға бір жақсы қызығатын болса, музыкаға жақын адаммен араласып, кітап оқыған ұнайтын болса, немесе бір қандай бір кино ұнайтын болса, сол өзің қызығушылығың бар адамдармен солармен араласу керек. Ол сенен жасы үлкен болуы мүмкін, ол сен жасы кіші болуы мүмкін. Разница жоқ, оған қарама қой. Жүректерің жақын болса, бір ойларың бір жерден шығатын болса, өмірге деген көзқарастарың бірдей болса, сол адамдармен тұрса. Біз семьямен, мысалы жанұямен басқашамыз сәл болсын, иә? Достармен басқашамыз. Жұмысқа барғанда басқашамыз. Басқа бір жерге таныс емес адамдармен барған кезде, олармен басқаша боламыз, иә? Ал біз өзіміз ешқандай жасандылық жоқ, жай ғана өзіміз как ғана ес болған кезде уақытымыз, ол өзіміз жалғыз ғана болған уақыттар. Өз-өзімен көп сөйлесуге тырысыңыздар. Көп нәрсе ойлар осы жалғыз отырған кезде келеді. Байқайтын шығарсыздар өздеріңізде, жалғыз жатқан кезде, ұйықтап жатқан кезде, таңертең тұрған кезде, ерте тұрған кездерде осындай неше түрлі ойлар өздеріңізге келеді. Біреумен араласып жатқан кезде емес, көбінесе өзіңіз жалғыз қалған кезде ойларыңыз келеді. Сондықтан иә, сен жасың қазір 18-де, 19-да болса, араласып жүрген өзің компанияң ұнамайтын болса, реально айтамын, араласпай қой. Түбі сен олармен қалмайсың. Түбі жан-жаққа кетіп қаласыңдар, бәрі өздері істермен қаяды. Даже бір досың қалмай қалып, басқаша жаңадан дос пайда болады сіздерде. Сол қазір араласып жүрген достарың 100% сіздермен қалады деп ешкім айта алмайды. Адамдар жүректерін жақын болса, бір-біріңізді күшті қолдайтын болсаңыз, сол ғана бір-екеуі ғана қалады, қалғандары бәрі жаймен өздері кете береді. Сондықтан уақыттарыңызды бостан өткізбеңіздер. Қазірден бастап жас болсаңыз қазір как попало, с кем попало дейді ғой, жүре бермеңіздер. Шынымен бір компанияға барғаныңызда ұнамай ма, өзіңіз қинап сол компания арасында отырмай қойыңыздар. Мен мысалы өзім қазір да өсіп кеткенмін, анда шақырады қонаққа, мында шақырады қонаққа. Өзіме сұрақ қоямын, реально сол компанияда барып отырғым келе ма деп. Отырғым келмесе ол компанияға бармаймын. Бір сылтауды тауып аламын, ренжімеңіздер, бара алмаймын, анау деп әйтеуір бармаймын. Туыстармен де көп отыра бермеймін. Ең бастысы сәлемін түсу, жақсы араласам, сөйлесем, бірақ көп отырыстарда бола бермеймін. Өйткені туыстардың арасында да ол жерде де сондай да, мен жүрегіме жақын емес мысалы. Көп туыстарым өтіріктен әңгіме соғады, өсек соғады, анау отырған кезде күшті әңгіме соғып, бір-бірін мақтап отырады. Шығып кетсе ғана, анау ит деп мысалы. Ол жерде де көрдіңіз, жасандылық көп да. Бетіңізге бәрі әдемі сөйлегенмен, арттарынан әркім бір түрлі жаман сөйлеп отырады. Әркім бір туыстарын өздеріңіз байқаңыздар, туыстар жиналған кезде әрқайсысының бір өзінің рөлдері бар. Біреу жақсы адам рөлін ойнайды, біреу мудрый адам рөлін ойнайды, біреу андай әрқайсысының бір өзінің рөлдері бар да, сол рөлмен келіп өтірік жасандылық көп да. Маған сондай жасандылықтар ұнамайды мысалы. Сондықтан мен көбінесе туыстармен, нелермен көп жерге бара бермей, бір туған күн, жақсы бір іс-шаралар болып жатса, енді әрине баруға тырысамын. Көп дым араласпай кетпеймін емес, араласып тұрамын. Бірақ сонда да қатты араласып кетуге тырыспаймын. Өйткені мен жүрегіме қатты жақын емес соншалықты. Бірақ сәлемім дұрыс, бәрімен амандасып, бәрімен хабарласып, телефон арқылы қоңырау шалып тұрамын. Бұны айтайын дегенім, жүрегіңіз қаламаса, компаниямен туыстарыңыз болсын, туыстарыңыз деген мен алыс туыстарды айтып тұрмын, жақын туыстармен сіз араласу керексіздер, иә, туған бауырларыңызбен. Одан алыс туыстармен сондай бір қатты араласудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы сәлемін түзу болып, телефонға хабарласып, араласып тұру, анда-санда қонақтарға барып тұру керек. Бірақ өмір бақи солармен жайдан-жай кездесіп, өз-өзіңді қинап, шақырған сайын бара берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен өз басым, маған бір компанияның арасында болғаннан қарағанда, бір тойдың арасында жүргеннен қарағанда, бір туыстардың арасында отырғаннан қарағанда, мен өзім жалғыз жүрген жақсы көремін. Мен осында ерте тұрып аламын, неше түрлі ойлар келеді, күшті ойлар келеді, жалғыз болған жақсы көремін. Сөздің шыны керек, мен жалғыз болған кезде өзім, қалай айтсам болады, өзім іштегімді бәрін ойларын шығара аламын. Анда-санда болса өзіңізбен өзіңіз сөйлесіп жүріңіздер, сосын ерте тұрыңыздар. Ерте тұрған пайдасы өте көп. Торғайлардың дауыстары шығып, осылай өзіңізбен сөйлесіп, рахаттанып отырасыздар. Барлығын шум-камды ұмытасыздар. Карантинінде бір жақсы болып қалды, бәріміз тоқтатып,
ойландырып деген сияқты. Бұны да бір жақсы жағынан қарауға болады. Әрине көп бизнесте тоқтап қалуы мүмкін осыдан кейін. Бірақ сонда да бұның да бір жақсы жағы бар. Адамдар көп нәрсені уақытын қадірлемей кетті. Уақыт зуылдап жатқан уақытпен өзінен зуылдап өтіп кеткен уақыттарын байқамай қалды. Мысалы Азия болсын, адамдар тоқтатып, жанұясы бар екенін білдіріп, сәл жан-жағына қаратуды, уақыт жетпей жүрген істермен айналысуға уақыт берді мына карантин. Мен бас киіммен отырған себебім мынау шашым өсіп кеткен, яғни карантин, ешқандай шашықтыратын жер жоқ, сондықтан бас киіммен отырмын. А так күн жып-жылы, табиғат керемет. Келесі даму. Біздің жастарымыз, әсіресе көп қазақтар, болмайтын приколдар көріп отырады, инстаграмда әркім суреттерін көріп отырады, вайн көріп отырады. Не көріп, болмайтын жаңағы ютубтан қарасаңыз, трендті қараңыз, адамдардың не көретін де, мысалы, содан ақ көруге болады, көпшіліктің не көретін. Болмайтын нәрселер сізге өзіңіз сұрақ қойыңыз да, сізге қандай пайда етеді, соны көргеннен бір пайда бар ма сіздерге? Сізге ешқандай пайда жоқ, олар сізге ешқандай пайда бермейді. Олар сіздерді деп отырып сіздерге арқылы ақша табады да, мысалы, сіздер деп. Сосын бар адамдар түсінбеймін, мысалы, біреуге подписаться етіп алады да, өзі подписаться етіп, өзі астына негативтер жазады, анау жерін жаппайсың ба, мына жерін жаппайсың ба, анау жерін ашық, мына жерін жабық деп, иә. Былай сөйлемейсің бе, неге былай сөйлейсің, неге А дейсің, неге Б дейсің. Соны адамдар түсінбейді, сен өзің подписаться еттің, өзің жаздың, ол сенге маған подписаться ет, маған жазшы деген жоқ қой, сен өзі жетектеп әкелген жоқ қойдың да, бірақ сен соған жазып алып, соған күшіңді кетіріп, бірақ негативті жазып, бүкіл энергияны кетіресің да, не керегі бар? Реально, не керегі бар оны сізге? Өз айналысын, өздерінің істер, өздері білсін не істейтін. Оның сізге қандай қатысы бар? Сіз сол негативпен соған анаған жазамын деп соның рейтинг көтересіздер, иә, мысалы, сосын оның рейтинг көтерген сайын деген нәрселер бәрі дами береді, трендке шығып кете береді. Ондай нәрсе трендке шыққан сайын жастар өсіп кетқанда, балалар бар ғой, жастар емес, балалар, мынандай болған күшті екен деп, соған қызыға бастайды. Олар да сол жаққа кете береді, өз-өзін жоғалтып алады. А ол нәрсе хайп деген бәлелеген, ол хайп деген бәрі өшеді да. Фукодағы жанып қалады да, современный жал-жалап өседі. Сондықтан сен ол біреуге бір өзіне жүрегіне жақын, жоқ, хайп деген нәрсе егер де сен өзіне жүрегіне жақын болса, пожалуйста, істе. Бірақ көп адамның, 90% адамның хайп деген жүрегіне жақын емес. Ол біреудің жаман негативтерімен сен өмір сүресің да. Білмеймін, ондай нәрсе маған өз басым ұнамайды. Даму үстінде болыңыз, дамыңыздар. Қазір деген информация деген жетеді, интернетте жазын шығады. Кітап оқыңыздар. Өзіңіз осылай жеке алға шығып тұрып, өзіңізбен сөйлесіп тұрыңыздар. Ерте тұрыңыздар. Біздің меміміз бар ғой, мысалы, дамығысы келмейді, неге дейсіздер, біз жұмыстан шаршап келгеннен кейін біз аламыз да инстаграм, ананы көріп отырамыз, мынаны көріп отырамыз. Меміміз өзі айтады, қойшы азамат, шаршадық, давай, мемімізді шаршатпайықшы, дамып, тағы да ананы көрмей қойықшы, қойшы, нені көре салайықшы, анау. Прикол бар ғой, там қайрат па, қалай? Соны көре салайықшы, анау, вайндар көре салайықшы. Мемімізді шаршатпашы деп, меміміз өзі былай, өз-өзін қинағысы келмейді. А ол миды жаттықтыру керек негізі. Біздің кітаптар оқыдып, неше түрлі дамысақ, біздің миымыз дамиды. Кәдімгі дамиды бар ғой. Денемізді жаттықтырып шығарамыз ғой, денемізді. Ол да бір мысалы қарап тұрсаңыз, тренировка бастаған кезде өздеріңізді білесіздер ғой, бірінші бастаған кезде қиын да, денем бәрі ауырады, мына жерін, денем бәрі быт шығады, үйтеді бүйтеді да, бірақ уақыт келе, бірақ 2 аптадан тастамасаңыз, 3 аптадан тастамасаңыз, 1 айдан кейін уже денеңіз ауырмайды, уже үйреніп қаласыз, ары қарай істей бересіз, сосын шыға бастайды денелеріңіз, сол сияқты бұл да мида сондай ғой. Базында қиын деп қиналдырып қарама қойшы. Жоқ, сіз ол моменттен өту керек. Сол миды жаттықтыру үшін сол моменттен өту керек та. Басында қиын болады. Сол моментті өтсеңіз, ары қарай уже жеңіл болып кете береді. Бірақ сол кезде даму үстінде болған кезде жүректі ұмытпаңыздар. Жүрек деген мысалы ми андай мен ойлайды да, логикаға байланысты, логикамен ойлайды. Ананы істесек миым ауырады, ананы істесек миым ауырады, ананы істесек миым ауырады, миымен ойлайды. Ал жүрек ол сіздің, ол да логика болмауы мүмкін. Жүректе логика болмауы мүмкін, бірақ сол жүрегіңізбен мынау миыңыздың ортасын тапсаңыз, пайдасы өте зор. Сауаттылығын ашыңыздар. Сауаттылығын ашыңыздар. Мен мысалы өзім сауаттылығым жоғынан кезінде $130,000 тұратын бизнестен айырылып қалдым.
ол кезде мен кәдімгідей жер асым 24-те болды ма 23-те болды ма жанып тұрған мен тоқтату мүмкін емес тұғын. Магазин ашып жаңағы ол кезде дүкен ашқанбыз, сөйтіп кредитқа ақша алып, енді кейін бір бөлек бір өзім жеке канал ашатын болсам, жеке каналымда айтатын шығармын. Яғни түбі айтайын дегенім, мен сауаттылығым төмендігінен договор анау мынау деген қараған жоқпын. Өзім жездем болды, туған жездем болғаннан кейін соған сене бердім. Бәріне саған сенем, бүйтем, ол да маған саған азы сен красавчиксің деді. Я красавчик деп жүре бердім да. Сөйтіп сауаттылығым өте төмен болғандықтан ең соңында келген кезде магазин дүкен ашқан кезде саудамыз жақсы жүре бастады. Айына 3 миллион 800 пайда түсіріп, таза пайда түсе бастады. Сол кезде уже менің жездем өзгере бастады. Сосын бір кейін ұрыс қырылыса бастадық, сотқа дейін бара жаздадық та, бірақ договорда қарасақ, мен договорда жоқпын да, мүлдем жоқпын мен. Сонда сауаттылығым до того төмен болған, договорда өз атымды қойып қоймағанмын да кезінде. Сөйттік, қазір медеу 90 ба, қандай Оқжетпес Астана қаласында Оқжетпес 90 дегенге қарсаңыздар, барсаңыздар, Бепеул деген магазин тұр. Кезінде сол магазинді өзім салғам. Ақша жоқ болса да, ана жерден қарыз қалып, мына жерден қарыз қалып, күндіз өзім дүкенде сауда сатам, кешке қарай досым келеді, досым екеуміз магазин саламыз. Ешқандай адам жалдаған жоқпыз, бәрін тек қана сеңкісін ғана өзбектерге тұрғыздық, қалғанын бәрін өзіміз салдық. Полностью өзім стройкадан ешқандай хабарым жоқ, бірақ сонда да бәрін үйреніп, енді жанып тұрған от болдым да, өзі мен тоқтату мүмкін болған жоқ. Сөйтіп тұрып, ашқаннан кейін, сауаттылығым төмендігінен документ жағына қарамап, магазин ашам деп аштым, жүргіздім, бірақ документ бойынша мен жоқ болдым. Цветомыз. Видеоға түсіріп алынады ең бірінші. Видео түсіріп. Жоқ, видеоға түсіріп жатсың ба? Ля, ты чё? Біз жасадық қой, пацаны. Біз жасадық па? Әлі жетіспейді әлі. Сол себептен сауаттылығыңызды ашыңыздар. Енді тағы да бір ойым, мынау баста. Иә, баста. Бір ойлар жүрді ғой сенде, басында ананы істеу керек, мынаны істеу керек, YouTube канал ашу керек еді, ананы істеу керек еді, мынандай бизнес ашу керек еді деп. Ешқашанда соған бір қолайлы жағдай келмейді. Аны бастайым, ананы істеп болғаннан кейін сосын бастайым, мынаны істеп болғаннан кейін сосын бастайым деп жүре берсеңіздер, жүре бересіздер. Ең бастысы, сол кезде сұрақ қойыңыз. Мына іс маған ұнай ма, жүрегіме жата ма? Егер де жүрегіңізге сол іс жататын болса, сіз соны ойлаған кезде жүрегіңіз дік деп ұратын болса, бастаңыз. Мүмкін ол YouTube канал, мүмкін ол бір бизнес, мүмкін ол үй алу керек болып жүр ма, документтер әлі жиналмай жүрсіз ба, мүмкін тағы да бір денеңізді жаттықтыру керек па, денеңізді әдемі қылғыңыз келе ма, ән істеу керек тренировка, енді тренировкаға барамын, әніне барамын деп жүре бермеңіз, бастаңыз. Сосын бастаған кезде ең қиыны басында өте қиын болады. Қандай бір істі алсаң да басында өте қиын болады. Мысалы, мынау YouTube каналды алсақ, мысалы YouTube каналда бірінші 10.000 подписчик жинау, 10.000 емес, бірінші 1000 подписчик жинау өте қиын болады. 1000-дан 2000 жинау арқылы уже оңайлау. Бірінші 10.000 подписчик жинау қиын, бірақ 10.000-нан 20.000 подписчик жинау өте оңай. Сол сияқты басында қиын да, даже мына тренировканы алайық. Тренировканы алған кезде де, мысалы, тренировка істейсің ғой, жаттығу жасаған кезде де басында бастаған кезде денем бәрі ауырып, аяғын жүре алмай қаласың ба, деп тастап кеткің келеді, бірақ сол моментті өту керек. Ол 1 апта, 2 апта, 3 апта болуы мүмкін, 1 ай болуы мүмкін. Сол моментті өту керек. Ары қарай уже денен ауырмайды, денен жаттығып кетеді. Дәл солай, мысалы, мен бір досым бар, 6 үйі бар да санада. Сен 6 үйді қалай алдың? Bir үйін өзіне алу өте қиын. 6 үй қалай алдың десем, оның да жауабы дәл солай. Бірінші үй алу өте қиын. Өте қиын бірінші үй алу. Ақша жинау қиын, ипотекаларда саған мәлде бере салмайды, документ жинауда да, құжаттар жинауда да сен тәжірибең жоқ, оның бәрі миың ашып қиын да. Бірақ бір үй сол қиын болып алғанмен екінші үй алу одан қарағанда жеңілдірек. Өйткені сенде уже тәжірибең бар. Мүмкін ақшаны аздау шығар, уже бірақ банктарда саған қарайды, бір үй бар, болады деп. Үшінші уже одан сайын жеңіл, төртінші уже бараса банкқа барады, мына үйді аламын, артымда 4 үйім бар дейтін, документтер уже сенің тәжірибең бар, документ шаша саласың. Бере салады. 5-ші, 6-ші солай енді тек қана үймен айналысам деген адамдар айтатын да, мысалы. Солай, олар айтатын солай. Басында бірінші үй алу оңға қиын дейді, ары қарай жеңіл оңай болып келеді. И жаңа бизнесті де алсақ. Бизнесті де басында қиын да, офис іздейсің, одан кейін оның ішін толтырасың, заттар сатып аласың, Instagram сайт істейсің, одан кейін бар жаңағы жұмыскерлер жұмысқа ала бастайсың, телефон, клиенттер іздейсің, басында қиын да, ол да қиын басында. 1 ай, 2 ай, 3 ай, жарты жыл болуы мүмкін, басында қиын.
бірақ ары қарай сен тастап кетпей жүргізіп кетсең, мысалы момент осы момент жүргізіп кетсең, ары қарай уже оңай. Уже автоматом кете береді ары қарай. Уже клиенттерің де сен егер ісіңді жақсы істесең, иә, клиенттерің де айналып келе береді. Бірақ сосын мысалы мына моментте өтесіздер ғой, басында қиын да. Келесі екінші момент келеді, сізде уже бизнес жүріп жатыр, сіздің YouTube каналыңыз жүріп жатыр, жаңағы не үйіңіз бар деген сияқты, иә, денеңізді шаттықтырып жатсыз. Бірақ уже ары қарай уже қызық емес болып кетеді. Уже қызығушылығыңыз төмендей бастайды, немесе денеңіз качать істеп жатсыз, әлі шықпайды. Нәтижесін көре алмағаннан кейін бір уже тастап кеткіңіз келеді. Вот сол кезде айтарым, мысалы жаңа баста дедім ғой, бастарын алған кезде ойлау керек. Жүрегіңізге жақын ба? Тук-тук деп жүрегіңізге ұрса, сіз оны осы моментке өткеннен кейін сіз мынадан да өтіп кете аласыз. Ары қарай екінші сатында оны да өтіп кете аласыз. Өйткені сіз оны жүрегіңізге жақын да, ол тастап кетпейсіз. Мен мысалы өзім 2006 жылдары осы Астанаға келіп кетіп, мен құрылыс компанияға жұмысқа кіріп кететім. Ол кезде жасым 17-18 жастамын. Сол кезде сварщиктердің, дәнекерлеушілердің көмекшісі болып жұмыс істедім. Неден арбаларын тасимын, газ баллондарын тасимын. Бірақ жалақысы жақсы шығатын. Сол кезде бірінші жалақыма анама киім алып бердім, өзіме компьютер алдым. Бірінші есімде компьютер алдым. Сол кезде айтайын дегенім, мысалы, сол кезде мен мысалы бір монтаждар істеп, бір видеолар алып, музыканы алып, оны бір араластырып, бір бөле шығарып, музыка озвучка істейтін мынау. Ол кезде жасым 18-де, уақытым көп қой, осы уақыттар көп. Сол кезде неше түрлі мультфильмдерді озвучка істеймін, мынау дауыстарын өзгертіп тастап, одан кейін бір мысалы киноларды аламын да, киноларды кесіп клип істеймін, неше түрлі нәрсе істеп отыратын. Бірақ ол кезде YouTube деген нәрсе болды ма, болмады ма? Болды ғой ол кезде, бірақ мен ол кезде білмеймін ғой YouTube. Мысалы, енді айтайын дегенім, мысалы, қазір сенде сондай бір қызығушылық болып жүрсе, я бір монтажда істеп, бір видеоға қызығып, бір YouTube'ты көп қарап, YouTube'тағы блогерлерге қызығып жүрсеңіз, баста. Реально баста. Бірінші 1000 подписчик жинау өте қиын, одан ары қарай жеп жеңіл болады. Бірақ бұл видеода сен жасандылық болмау керек та. Как она есть дейді, орысша айтқанда. Барынша шындықты түсіріп, өзінің ойымен бөлісесің ба, немесе бір идея тауып аласың ба деген сияқты. Адамдарға бір пайдалы видео түсіресің ба, яғни видео түсірген кезде бір екі не болу керек, либо ол адамға пайдалы болу керек, немесе ол адамға көңілін көтеру керек, иә? Мысалы, сол екеуінің біреуін алып, екеуіне сен қайсы жақынсың, сен өзің соған жақындығың да. Өйткені сен бір хайптың артынан қуалап кетсең қазір, хайп деп қуалап кетесің да. Бір уақыт өте келе уже видео түсіргің де келмейді, уже жанды өзін қинап түсіресің, там мысалы, өйткені өзің сен жүрегіне жатпайды да, сен хайпқа жақын адам емессің, мысалы. Хайпқа жақын емес адамсың. Пайдалы видеоға жақын болсаң, мысалы, онда түсіну керек. Пайдалы видео көп қаралым жиналмайды. Ха-ха-ха деп видео түсіре салу оңай. И және де оның қаралым көптеу болады. Мысалы, вайн там бір түсіре салу да, мысалы. Ал пайдалы бір адамдарға бір күшті, бір ой беретін бір видеолар түсіру қиын да, оның ойынды жеткізу адамдарға қиын. Бірақ ол егер де ол сен жүрегіне жақын болса, оны сен тастамайсың. Көрдің бе? Сен оны істей бересің, өйткені сен жақын. Әр істі айтып тұрмын ғой, басында қиын болады да, мынандай бас жағы қиын болады. Екіншісі ол уже ары қарай, одан кейін уже екінші кезең өтесің, уже болды, бизнесті тұрғыздың, YouTube каналын жүріп жатыр, бір үйім бар, екі үйім бар деген сияқты. Ары қарай уже қызық емес болып кетеді. Вот екінші момент ары қарай уже қызық емес болып кетеді. Вот осы кезде, егер сен таңдаған ісің, мысалы, YouTube болсын, бір бизнес болсын, я не болсын, өлең, ән, музыка, білмеймін, не болсын, ол өзінің жүрегіне жақын болмаса, ары қарай уже алып кету қиын болады. Уже ішім пыса бастайды, уже қызық емес, өзің қинап тұрып жұмысқа барасың, қинап тұрып ісіңді істейсің деген сияқты. Вот сол моментте сол таңдағаным сол өзіне ұнау керек. Көрдіңіз ба? Сол кезде егер де өзіңізге ұнаса, сіз тастап кетпейсіз, ары қарай өзіңізге әр шабытын істеп, ары қарай жалғастыра бересіз. Осы бірінші сол айтайын дегенім, қандай да іс бір ойына келіп жүрсе, бастап көр. Тастап кету ешқашан да қиын емес. Бірақ кейін өте келе өзің өкінесің, ең баста қойса керек. Мысалы, burada мен айтамын, 2013 жылдары мен YouTube дегенді біле бастадым. Сол кезде осы бір канал ашу керек деп ойлайтынмын да. Қазір мысалы 2013-те мен YouTube канал ашсам, қазір менде мысалы неше миллиондап подписчиктерім болып, қазір мен жұмыс істемей, YouTube-пен ақша тауып отыратынмын, иә, мысалы. Әлі де кеш емес, бірақ сол кезде мысалы бастау керек деп жүре бердім да, мысалы. Ал мен қазір бастағанда қазір миллион подписчигім болатын еді. Яғни сенде қазір әлі кеш емес, қазір YouTube канал ашу керек еді, ана істі бастау керек еді, мынандай бизнес ашу керек еді, анаған көмектесу керек еді, ананы алып қалу керек еді, мынаны беру керек еді деген ойым болып жүрсе, алда істе.
менің пікірлеріңіз келісе ма, келіспей ма, мен сөзім сіздердің жүректеріңізден орын алды ма, алмады ма, сол туралы жазып кетіңіздер. Мен барлық комменттерді оқимын, барлық пікірлерді тыңдаймын, өзім соған қарап дамытуға тырысамын. Ал достар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Біраз ойланып көріңіздер.